Ал балалар, бүгін мен сендерге бір логикалық есептерді шығарудың оңай әдіс тәсілдерін үйреткім келіп отыр. Сондықтан мұқият тыңдаймыз. Мұны қазір кестемен шығаратын есептер. Логикалық есептер шығарамыз, яғни кесте құру арқылы. Мұқият тыңдап отырыңдар, мен сұрақ қойған кезде соған жауап беріп отырасыңдар. Қазір бірінші есепті қояйын. Кім оқиды, оқыңызшы? Ғалия, Мария және Сымбат таңертеңгі мерекеге сары, көк және қызыл көйлекте киді. Ғалия сарыда болған жоқ, Мария сарыда, қызылда емес. Әрбір қыз қандай көйлекте болды? Көйлектерде болды, енді осыны жылдам әрі тез оңай түсініп шығару үшін мынандай кестемен жұмыс жасаймыз. Қыздар аттарын атаңдаршы. Ғалия, Мария және Сымбат. Сымбат дейді, Ғалия, Мария, Сымбат бастапқыдан жазып шығамыз. Мерекеге қандай көйлектер киіпті, қандай түстегі? Қызыл, көк, сары дейді. Қараңдаршы, оларды жоғарыға жаздық. Көлденеңнен қыздар несінің төмен жаздық, тігінен жаздық. Енді осыны былай сызамыз. Сонда бізде не пайда болды? кесте. Осындай кесте пайда болды. Қараңдаршы. Қанки, бәріміз тура осыны жасайықшы. Мен қалай сызсын, дәл солай сызыңдар. Кесте көріп отырмын. Болдық па? Сызық болсақ енді оқимыз. Кәусар оқиды ғой, біріншісі. Ғалия сарыда болған жоқ. Демек, тоқта, Ғалия сарыда болған жоқ. Не істейміз? Егер де жоқ болса, онда минус қоямыз да, егер бар болса, плюс қойып екенбіз. Демек, Ғалия сарыда болған жоқ. Минусымызды қойып қоямыз, қойыңыз бар. Қойып қойыңдар ма? Жақсы. Екіншісін арада оқимыз. Арыстан жағы оқылады. Мынаны оқимыз. Мария сарыда, қызылда да емес. Мария сарыда да, қызылда да емес. Ал сызамыздар оқсаңыз, Мария сарыда да емес, және қызылда да емес. Сыз тастаймыз. Демек, Мария қандай түсті көйлек киеді? Тамаша. Оған қандай белгі қоямыз? Плюс немесе қосу амалын қоямыз. Жақсы. Енді қараңдар, егер де бізде қандай бір жолда бір ғана плюс болады. Бір бағандарда бір ғана плюс болу керек. Қалғандарын не істеп тастаймыз? Минус қойып тастаймыз. Енді қараңдар, мына жерде бізде сары көйлек киген Ғалияда емес, Ғалия қызыл көйлек. кім? Марияда емес, демек сары көйлек киген кім екен? Сары көйлек киген Сымбат. Сымбат екен. Демек, мынаған минус қоямыз. Ал Ғалия қандай қызыл киіпті. Керемет. Осындай кесте шықты ма? Кән айтып шығайықшы бәріміз. Ғалия есеп түсінікті ма? Түсіндік па бәріміз? Оңай ма екен кестемен шығарған оңай екен, не? Жақсы, ары қарата. Ал оқимыз. Самат, Асылан және Мақсат 10 қабатты үйдің 5-7
болады. Жетідегі бағаның бәрі минус қойып тастаймыз. Осылай сызыққа бәріміз. Сызып аламыз. Енді арқарда қайсы болады? 5, 7, 9 екен. Ал жасын сызып шықтық па? Тақтадағы. Санжа сызып шықтық тақтадағы. Келесінің кім оқиды? Келесі арқарда. Не бекеді? Арқарда? Мақсат бәрінен де төмен тұрады. Мақсат бәрінен де төмен тұрады. Ода ол 5 шығады. Дұрыс. Мақсат демек 5 екені 7 жоқ. Бәрінен тұратын төмен мақсат. Плюс қоямыз да минус мынаған қандай белгі қоямыз? Минус қоямыз. Демек, мына бағанда да 5-ші қабатта тек кім тұрады екен? Тек мақсат қана тұрады. Демек, мынаның бәрі минус болады. 9-да. Дұрыс. Аслан қай қабатта? 9-да. 9-ға плюс қоямыз. Жақсы. Енді келесі логикалық есептердің түрі бізде мына соңынан шығаратын есептер дейді. Қараңдаршы, кім оқиды? Мен. Оқиыншы. Ақын оқисың ба? Оқы. Мен сан ойладым. Оны 8-ге азайттым. 23-ті қостым. Сонда 50 санын алдым. Қандай сан ойладым? Демек, бұл жерде біз қандай сан ойладым деп сол сан табуымыз керек. Біріншіден, мен сан ойладым. Қандай сан ойлағанымыз білеміз ба? Жоқ. Белгісіз. Демек, қандай қалай белгілесек болады? X-пен белгілеп қоямыз, е? Мен бір сан ойладым. Содан кейін не істеттім? Оны 8-ге азайттым. 8-ге азайттым. Азайту 8. Ары қарата. 23-ге қостым. 23-ке қосу 23. Содан кейін сонда қандай сан шықты дейді? 50 саны шықты. Мінекей, біз бұны күрделі теңдеу деп шығарып келетін болсақ дейін. Енді қараңдар, осыны шығаруын ең оңай тиімді тәсілі. Қараңдар. 50-ден мәнінен не істейміз? 23-ті азайтамыз. Оған 8-ді қоса кетеміз. Яғни плюс болса минус қоямыз, минус болса плюс амалын қолданамыз. Егер көбейту болса бөлу болса көбейту амалын қолданамыз. Ал шығарып көрейікші. Не жазам? 50 азайту 23 қанша болады? 35. Қанша болады? 50 азайту 23. 35. Қанша болды? 47. 47. Енді не істейміз? 47-де 8-ді қосамыз. 8-ді қосамыз. 47-ге 8-ді қосса 55 болады. 55 болады екен. 55 сан шығады. Демек, 55 санын ойлапсыз. Тамаша. Демек, мен 55 санын ойладым. Болмай ма екен? Иә. Бұны қалай айтады екенбіз? Соңынан шығаратын есептер. Енді қазір келесі есепті өздеріңіз шығарып көріңіз. Каусар шығар, кел, оқы шығар, сен шығарып қой шығар. Түсіндің ба? Оқы. Мен сан ойладым. Оны 32-ден азайттым. Шыққанды 14-те қостым. Сонда 15 саны алдым. Ал шығарып көрейін. Бір сан ойладым. Оған 32-ден азайттым. Содан кейін не дейді? Шыққанды 14-ке қостым. 14. Қандай сан шықты
шықты сонда? 15 санын алдым. Тең 15. Жақсы. Ал енді қалай істеуіміз? Ары қарата. 15. Жақсы. Дұрыс орындап жатыр екен, Демек, қандай сан ойлаған екен, Кәусар? Көрдік па? Қараңыз? 33 сан ойлаған екен. 15-тен 14-ті азайттық. Егер қосу болса азайтамыз. Сөйтіп 32-ні қостық. Себебі мына жерде азайту. Азайту болса қосады екенбіз. Дұрыс, бұл түсінікті ма? Иә. Жақсы. Енді барлық. Мынандай есеп шығарып көрдім. Өзеннен темір ыдыспен 4 литр су алуымыз керек. Қараңдаршы, мынау өзен. Бізде 3 литрлік ыдыс бар, және 5 литрлік шелек бар. 5 литрлік ыдыс бар, яғни сыйымдылығы 5,5 литр. Ал мынаның сыйымдылығы 3,5 литр. Осы екі ыдысты пайдаланып, біз 4 литр су құйып алуымыз керек. Басқа ешқандай өлшеуіш құрал жоқ екен бізде. Соны қалай құйып алу керек екендігін қазір жолын үйретеміз сендерге. Неше қадамнан болатынын әлі белгісіз. Қазір біз соны тауып көреміз, жарайды ма? Алдымен бізден қазір 5 литрлік және 3 литрлік ыдыс бар. Осының ішінен 4 литр су, осы ыдыстарды пайдаланып, біз 4 литр су құйып алуымыз қажет екен. Ол үшін біз мынандай кесте сызамыз қазір. Сызбасын сызамыз. Енді қараңдар, мынау бізде өзен деп қойсам болады. Өзен. Және бұны жазған кезде қараңдар, үлкен саннан бастап жазамыз. 5-ті бірінші жазамыз, содан кейін 3-ті жазамыз. Қараңдар, сонда бізде осындай кестесі шығады. Жазайын. Бәрін тыңдап отырамыз. Қараңдар, енді өзеннен біздің шелектеріміз қара. Арша қараймыз, біздің шелегіміз, мынау біздің өзеніміз. Шелегіміз біздің әлі бос. Біз су алған жоқпыз. Түсінікті ма? Енді біз қазір өзеннен мына ыдысқа су құйып аламыз. Өзеннен бүйтіп бір шелек суды құйып алса, қанша литр болады ол? 5 литр болады екен. Ал мынау сол қалпы қалады. Мынау біздің өзеніміз. Түсінікті ма? Келесі, енді бұл жерде мынандай мәселені қарап алыңдар. Көмектесу. Үлкені кішісіне көмектесу деген сияқты. Үлкені толасынан азына құйып отырамыз. Мына жерде бізде мысалы, мына шелегіміз біздің толды ғой. Енді біз не істейміз оны? Мынау жоқ, 0 болып тұрса, осыған құйып отырамыз. Дұрыс. Бұл құю есептері екен. Ары қарата, мынаны біз құямыз, қанша болады? 3 толтырамыз, 3 литр болды. Ал мұнда қанша қалды? 2 литр қалды. Енді біздің шелегіміз тола. Егер біздің астыңғы шелегіміз тола болса, оны өзенге апарып қайтадан құямыз. Қайтадан өзенге құямыз. Сендер осылай жазып отырсыңдар ма? Жазып отырыңдар, дәл осылай жазып отырамыз. Енді біз мына шелектерін өзенге құйдық. Сонда қанша қалды? 0 қалды, дұрыс айтасың. Ал мынау 2 сол қалпы қала береді. Мынау біздің өзеніміз. Енді не істейміз? Сызып отырамыз, әрі түсініп отырасыңдар. Енді не істейміз мына жерде? Кім айтады? Өзеннен су аламын. Мынада бізде 0, демек осыған көмектесеміз. Міне, 2-ні мынаға 2 литр суды мынаға құямыз мына шелекке. Сонда бұл жерде 2 литр су болады, ал мына жерде 0 болады, е? Мынау біздің өзеніміз. Жақсы. Енді бізде мына жерде 0 болып қалды. Сондықтан оған не істейміз? Өзеннен қайтадан су құямыз. Сонда қанша литр болады бұл жерде? 4. Жоқ, 5. 5 литр шелекті толтырамыз. Мынау 2 болып қала береді екен.
ары қарата кеттік. Бізде мынау қанша болу керек? Неге қанша литр сияды? Дұрыс, 1 литр сияды екен. Мынадан 1 литр құямыз. Сонда мынау қанша болады? 3 болады. Мынау қанша қалды? 4 қалды. Жақсы. Мынау біздің өзеніміз. Бұл балалар бұлай кете береді. Бұдан біз 4 литр су құйып алуымыз керек етін, е? Құйып алдық қой 4 литр су. Тамаша, біз жетіктік 4 литр суға. Түсіндік па? Санайшы, қанша қадамнан біз 4 литр суды құйып алдық? Мынау бірінші. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 қадам деген кезде біз 4 литр қажетті суымызды құйып алдық. Тамаша. Жақсы, түсінікті болды ма? Қалай өзімізге қажетті қанша литр су керектігін құйып алуды түсіндік, е? Тағы да сол үшін кім осыны есеп шығарып береді? Каусар шығарам дейді. Жарайды, кел Каусар. Енді тыңдаймыз онда. Мен саған қазір тапсырма берейін. Өзеннен 4 литрлік және 9 литрлік шелектерді пайдаланып 2 литр су құйып алу керек. Түсіндің ба? 4 литр. Жаз 4 литрлік. 4 литрлік ыдысы. Көрмейді. Көрмейді жазайшы. 4 литр. Және 9 литр. Сендер тыңдап, сендер де сызып отырыңдар. Сызып жазып отырыңдар. Пайдаланамыз, сендерге үтір қоямыз. Осыдан 2 литр су құйып алуымыз керек. Жазыңдар. Жазып, орындап отырсаңдар түсінесіңдер. Қалыспай жазып отырамыз. Тамаша. Дұрыс жасады. Үлкен санды бірінші қоямыз дедік, е? 9-ды бірінші қоямыз, астына 4 литрлік шелек жазамыз. Тамаша. Дұрыс. Шелектеріміз бос деген белгі ол, е? 0-0 тұрған ол шелегіміз біздің бос. Енді біз өзеннен су аламыз. Су құямыз 9 литрлікке. Ол қанша болады? 9. Мынау соғалпы қала береді екен, 0. Тамаша. Енді оны астына көмектесеміз. Мына жерде қанша қалады? Дұрыс, 5 литр су қалады екен, анауымыз біздің өзеніміз, е? Енді бұны өзенге құйып тастаймыз. Астыңғы шелек толған кезде оны өзенге құйып тастаймыз қайтадан. 5 жүрді. 0 қалпында қалып қалады, дұрыс. Енді астына береміз. 4 болады. Мына жақта 1 болады. Дұрыс. Енді бұны қайтадан өзенге төгіп Қайтадан тастаймыз. өзенге төгіп тастаймыз. Мұнда 0, мұнда 1 қала береді. Енді бұны астына береміз. Қай жерде 0 тұрады, соған көмектесеміз. Яғни құйып толтырып отырамыз. 1, мұнда 0. Енді өзенге тағы су аламыз. 0-ді құямыз, дұрыс. Сонда қанша литр болды? 9. Дұрыс. Мұнда 1. Енді мұнда құямыз. Бала түсініп отырмыз ба? Сендер де дәл осылай жүріп отырыңдар, қалыспай. Мұнда 4. Мұнда 5. Жоқ. Сенде біреу бар едің. Демек сен мынаның қаншасын алып келдің? 3-еуін алып келдің, е? 9-дан 3-ті аламыз. 6. 6 деп жазамыз, тамаша. Мынаны Қайттан өзенге құямыз. 0 қалса. 6. Астыға береміз. Құямыз. 4. Мұнда 2. 2 қалады екен. Тамаша. Дұрыс, 2 литрін алдық мұнеке. Мынаны қайттан құя салсақ болады екен, е? Қайтадан 4 литрді құя саламыз. Оны құясақ та болады, құймасақ та болады екен, мұнеке. Ең басты бізге қажетті мына 2 литр не істеді? Алынды. Түсіндік қой? Тамаша. Тамаша. Каусар, сен қанша қадаммен тапты? Санап жіберейікші. Қанша қадам? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 қадам дегенде. Қараңдар, 17-18 қадамға дейін кете береді екен. Біз өзімізге қажетті
қанша литр қажет екенін алу үшін осылай қадамдар кете береді екен. Ең бастысы жүйелі түрде рет-ретімен жүреді екенбіз. Бұл құйып алу есептердің ішінде құйып алу есебіне берілген шығарудың алгоритмі екен бұл балалар. Түсінікті болды ма? Қай жерде бәріміз түсінікті ма? Тамаша балалар, сендерге көп-көп рахмет.